Қыздар, мұны сіздермен бүгін кемпір қосақ немесе Versace құрағын жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге осындай бөз қажет. Ақ және жасыл осындай 2,5 сантиметрлік ленталар қажет болады. Және де шепчик қажет болады. Және тігін машинасы қажет болады. Ал енді бастайық. Ең басында бастаған кезде бөз материалымызды осылай екі шетін белгілеп аламыз. Одан кейін мына жерде орыстарына мән беріңіздер, тіккен кезде міндетті түрде тігіп былай жату қажет. Осылай жату қажет болады. Екеуін алып, сразу 4 немесе 3,5 сантиметрдей кесіп аламыз. Қыздар, сізге түсінікті ма? Біз мына жағын қазір үшін мен 4 сантиметр етіп жасыл мен ақты тігіп алдық. Одан кейін екеуін тігіп алғаннан кейін ақты тіктік. Ақты тіктім. Одан кейін ештеңе тіккен жоқпын. Жалғастырып жай ғана бір ғана сызықпен тігіп шықтым. Одан кейін жасылды тігіп шықтым. Яғни жасылдан кейін жасыл екі реттен тігеміз, бір рет демаламыз. Бізге солай түсіндірейін, түсінікті болу үшін, түсінікті деп ойлаймын, қыздар. Енді қазір қайтадан ақты тігетін боламыз. Ақты екеу тігеміз, бір рет демаламыз. Мінекей қазір көрсетіп кетейін енді. Мына дәл несімен